Ақ Орда. Ақ Орда Алтын Орданың шығысындағы дербес ұлыс, сосын тәуелсіз ел. 14-15 ғасырларда Орта Азия мен Қазақстан Моңғол шапқыншылығы зардабынан арыла бастады. Әлеуметтік экономикалық жағдайлар түзеле бастады. Көптеген ұлыстар мен елдер тәуелсіз бола бастады. Осындай тәуелсіздікке ие болған мемлекеттердің бірі Ақ Орда. Оның шекарасы Жайық өзенінен Ертіске, батыс Сібір ойпатынан Сырдың орта шеніне дейін созылып жатты. Ақ Орданың халқы қыпшақтар. Алтайдан осында қоныс аударған наймандар, қоңыраттар, керейттер, үйсіндер, қарлұқтар. Ақ Орда хандары Орда Ежен, Сартақ, Қоныша, Баян, Сасық Бұқа, Ерзен, Мүбәрак, Шымтай, Орысхан, Қойыршақ, Барақ. Ақ Орданың күшейген кезі 14 ғасырдың екінші жартысы. 1361 жылы Ақ Орданың билеушісі болған Орысхан өз жағдайын біраз күшейтіп, енді Алтын Орда тағын иемденуге күш салды. Сөйтіп, 1374-1375 жылдары Еділ бойымен жорыққа шыққан ол сарайды өзіне қаратып, Хажы Тарханды, яғни Астраханды қоршауға алды. Қама бұғаларының жерін бағындырды, бірақ Орысханның үстемдігі ұзаққа созылмай, келесі жылы ол Еділ бойынан кетіп, Алтын Ордадағы билікті Мамайға беруге мәжбүр болды. 1377 жыл Орысхан қайтыс болды. Ақ Орда иелігі Орысханның баласы Темір Мәлікке көшті. Бірақ осы кезде Маңғыстау үстіртінің билеушісі Жошы әулеті Түйхожа оғланның баласы Тоқтамыс Орта Азия әміршісі Ақсақ Темірге сүйеніп, Темір Мәліктің әскерін талқандайды. Өзін 1379 жылы Ақ Орда ханы етіп жариялайды. Ақ Орда әмірлерінің қолдауына ие болған ол 1380 жылы Сарайды, Хажы Тарханды, Қырымды және Мамай Ордасын басып алды. Тоқтамыстың бұл табысы орыс жеріне басып кірген Алтын Орда ханы Мамайдың 1380 жылы Куликова даласында орыс әскерлерінен жеңілу себебінен мүмкін болды. Тоқтамыс мұнымен тоқтаған жоқ. Атап айтқанда, Тоқтамыс Ақсақ Темірдің қамқорынан босануға тырысады. Бірақ 1380, 1391, 1395 жылдары Ақсақ Темірдің Тоқтамысқа қарсы жасаған аса үлкен 3 жорығынан кейін Алтын Орда тасталған болып қирайды. Темірдің басқыншылық соғыстарының нәтижесінде және ішкі талас тартыстан 14 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың бас кезінде Ақ Ордада әлсіреп қалады.